Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте қарапайым, витаминге бай, керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен капустаны осылай бөліп аламыз. Міне майдалап турап аласыздар. Қанша майда болса, сонша дәмі әдемі болады. Егер ірі турағанды ұнататын болсаңыздар, ірілеп турасаңыздар да болады. Осылай ыдысымызға салып аламыз капустаны. Енді одан кейін қиярды алып, осылай астымен үстін ғана алып тастаймыз. Қабығын ашмаймыз. Осылай бөліп аламыз, және де осындай ұзын етіп, соломка етіп тураймыз. Екінші қиярды да осылай турап аламыз, соломка етіп. Енді оны да жаңағы капустаның үстінен саламыз. Енді жұмыртқаны осылай ортасынан бөліп, сарысы мен ағын ажыратамыз. Сарысын қазір қоспаймыз, турамаймыз. Оны соңында қосамыз. Осылай сарысын бір бөлек басқа тарелкаға саласыздар. Енді ағын дәл жаңағы қиярды тураған сияқты соломка етіп турап аламыз бұны да. Міне барлық жұмыртқамызды осылай турап алдық. Оны да жаңағы ыдысымызға саламыз. Енді бізде укропты турап аламыз. Укроптың мөлшерін өз қалаларыңыз бойынша қосасыздар. Егер укропты жақсы көретін болсаңыздар, көп қоссаңыздар болады, немесе аздау қоса берсеңіздер де болады. Бірақ негізінен укропты көптеу қоссаңыз, дәмін әдемі келтіреді, дәмді болады. Осылай майдалап турап аламыз укробымызды. Енді бұны ыдысымызға саламыз. Енді қараңыздар, мына жерде жұмыртқамыздың сарысына тұз қосамыз. Және де осылай вилкамен жақсылап майдалап аламыз. Осылай майда болғанша вилкамен еземіз. Енді оның үстінен 3 ас қасық майымызды қосамыз. Кәдімгі күнбағыс майын қосамыз. Енді оның үстінен 3 ас қасық қаймақ қосамыз. Міне, қосып алдық. Енді осыны жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Міне бізде осындай масса шығу қажет. Осылай болған кезде біз жаңағы салатымыздың үстінен саламыз осыны. Бұл бізде майонездің орнына кетеді. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде менің ыдысым кішкентайлық етті. Содан кейін мен үлкен ыдысқа аударып алдым салатымды. Міне, мен жақсылап араластырдым барлығын. Енді кішкентай тарелкаға салып аламыз. Міне, тарелкамызға салып алдық. Бұл жерде 2-3 тарелка шығады. Міне, біздің салатымыз дайын болды. Нағыз витаминге бай, иммунитетке жақсы, керемет, өте дәмді салат. Тәбетті ашатындай.
сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.